Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға әдебиет әлемі сериясымен шыққан кітаптарға бейнешолу ұсынамыз. Қазақпарат корпорациясының ұсынуымен шыққан кітаптар алдарыңызда. Пішіні осындай, көлемі 80-90 баспа табақ, таралымы 2000, кейбірі 5000 данадан шыққан екен. Қазақ поэзиясының хан тәңірісі Мұқағали Мақатаев 50-ге жетпеген ғұмырында соңында көптеген еңбектерін қалдырды. Таңдамалы жинақтың ішінен ақын шығармашылығы туралы іздегеніңіздің бәрін таба аласыз. Әр жинақта сонымен қатар түрлі фотосуреттерді тамашалауға болады. Көркем әдебиетіміздің тамаша үлгілері ретінде Ғабит Мүсірепов туындыларының қазақ әдебиетінің алтын қорынан берік орын алғаны халқымыз үшін мақтаныш. Жазушы туындылары еш ескірмейді. Бүгінгі 21 ғасырдың оқырмандары үшін де тозаң тимеген алмастай жарқырай береді. Таңдамалыға әңгімелері, көркем очерктері, аудармалары, қазақ солдаты, ұлпан шығармалары кірген. Аса көрнекті эпик, лирик ақын, драматург, сыншы, аудармашы, алуан қырлы дарын иесі баянауылдық Қалижан Бекхожиннің таңдамалысы өлеңмен өткен өрлерім атты өмірбаяндық естелігімен басталып, түрлі өлең, толғау, баллада, поэма, дастандары енгізілген. Көптеген фотосуреттер ақын өмірінің белестерін танытады. Аса көрнекті жазушы, көркемсөз зергері Тәкен Әлімқұловтың таңдамалы жинағына қаламгердің әңгімелері, хикаяттары, Ақбозат романы мен Жұмбақжан зерттеу кітабы еніп отыр. Жазушының қолтаңбасы мен өмірінің әр сәтінен түсірілген фотосуреттерді көре аласыздар. Белгілі жазушы Сайын Мұратбековтың бұл таңдамалысында кезінде оқырмандары жылы қабылдаған көптеген әңгімелер мен Телөскен ұл киноповесі, басында Шықыраның көкарай, Жабайы алма атты еңбектері кірген. Қазақтың көрнекті жазушысы, белгілі көркемсөз шебері Бердібек Соқпақбаевтың таңдамалы жинағына Өлгендер қайтып келмейді романы мен Менің атым Қожа, Қайдасың Гауһар, балалық шаққа саяхат хикаяттары мен бір топ әңгімелері енген. Қаламгердің асқақ рух пен асыл адамгершілік қасиеттерді насихаттайтын 3-5 туындылары халқымен бірге жасап келеді. Фотосуреттен жазушының қаламдас достарын, отбасын, балаларын тамашалап көре аласыздар. Қазақ әдебиетіне Сәбит, Ғабиден бастаған алыптар шоғырының ізін ала келген Үркердей топтың көрнекті өкілдерінің бірі, белгілі көркемсөз шебері, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның әңгімелері, хикаяттары, драмалық туындылары, Бұлтсыз күн найзағай, Ай мен Айша романдары енді. Шыңғыс Айтматовтың барлық еңбегін қазақшалаған аудармашы екенін де танимыз. Қазақтың көрнекті ақыны, қоғам қайраткері Жұбал Молдағалиевтің таңдамалысынан жастық шақ, туған жер, отан, соғыс тақырыптарындағы шынайы сезімге толы лирикалық өлең жырлары, поэмалары, әдеби сын мақалалары, ғұмыр жолынан сыр шерткен құнды фотосуреттермен таныса аласыздар. Бұл топтамалар әлі де жалғасады. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар. Бұл туындылар әр қазақтың төрінен орын алуға әбден лайық. Назар аударғандарыңызға рахмет.